Сәлеметсіздер балалар, оқушылар, қош келдіңіздер. Бүгінгі біздің өтетін тақырып Пифагор теоремасы. Жалпы Пифагор теоремасы тікбұрышты үшбұрышта гипотенузаның ұзындығының квадраты екі катеттің квадраттарының қосындысына тең деп айтады екен. Және де оның қысқаша шығу тарихын тоқтала кетсем, Пифагор теоремасы Пифагордың атымен аталғанымен бұл қатынас Пифагордан бұрында белгілі болған. Ежелгі Вавилон математиктері сас тақшаларда 3, 4, 5 сияқты Пифагор үшіктерін қолданған. Ежелгі мысалда құрылысшылар арқанның 3, 4, 5 бөлігін пайдаланып, дәл тікбұрыш құрып, пирамида жасалған екен. Яғни теорема тәжірибеде қолданылған, бірақ оның дәлелін алғаш рет Пифагор жүйелі түрде ұсынған екен бізге. Жалпы Пифагор деген кім деген сұраққа жауап берсем, Пифагор біздің заманымызға дейін 570 және 495 жылдар өмір сүрген ежелгі грек математигі, философ әрі Пифагоршылар мектебінің негізін қалаған екен. Пифагор мен оның шәкірттері геометриямен көп айналысып, тікбұрышты үшбұрыштағы қабырғалардың арасындағы байланысты дәлелдеп бізге зерттеген екен. Және содан бері бұл байланыс Пифагор теоремасы деп аталып келеді. Және бізде Пифагор атамыздың кішігірім сөзі бар екен, яғни барлық нәрсенің түбі сан деп бізге Пифагор атамыз айтып кеткен екен. Енді мен сіздерге осы Пифагор теоремасын іс жүзінде көрсетсем, бізге яғни осындай тікбұрышты үшбұрыш берілген, яғни бір бұрышы 90 градус. Және осының бізде екі катеті бар. Біреу бізде қарама қарсы жатқан катет, яғни бізде гипотенуза бар. Және гипотенуза қарама қарсы жатқан А, бұл бізде қарама қарсы жатқан катет. Ал Б сәйкесінше бізде іргелес жатқан катет болып табылады. Және де бұның өзі формуласы бар, яғни А квадрат плюс Б квадрат тең С квадрат. Яғни біз екі катеттердің қосындысы, квадраттарының қосындысы бізге гипотенузаның квадратын береді. Бізде бұл негізгі формуласы болып табылады. Енді мен сіздерге келесі бірінші дәлелдеуді көрсетсем, бізге яғни мынандай дәлелдеме берілген. Осы дәлелдемені ашып жазсақ, бізге яғни бұл дәлелдеме айтады. Бір катеттің шашының квадраты, яғни ауданы, яғни 3, бұның біздің қабырғасы 3 болса, ауданы 9 болады. Енді екінші катеттің ұзындығының квадраты, яғни шаршының ауданы бізде 16-ға тең. Бізде осы екі шаршының ауданының қосындысы бізге гипотенузадағы шаршының ауданының квадратына тең дейді, яғни 25-ке тең дейді. Яғни біздің қабырғасы 4, 3. Және де бұл бізде бір-бірін яғни толықтырып отырады. Бізде яғни осылар бір-бірін дәлелдейді. Яғни бізде А квадрат плюс Б квадрат тең С квадрат. Немесе бұл жерде 3-тің квадраты плюс 4-тің квадраты плюс тең болады 5-тің квадратына болады екен. Енді сәйкесінше екінші дәлелдеуді көрсем, бізге яғни үлкен квадрат берілген және осы үлкен квадраттың ішінде тікбұрыш үшбұрыштар берілген. Енді біз үшбұрыштың мына катетін А десек, мынаны Б дейік. Сәйкесінше бізде мына жер А болады, мынау да А болады. Мынау бізде Б, мынау А, мынау Б, мынау бізде Б-ға тең. Енді қарап тұрсақ, А мен А-ның квадраты бізде А мен А-ның көбейтіндісі бізде А квадратты береді. Ал мына екі Б-ның көбейтіндісі бізде Б квадратты береді. Ал мынау үлкен квадрат, яғни мынау бізде А плюс Б-ның квадратына тең, дұрыс па? Себебі квадрат қой. Енді осы үлкен квадраттың А плюс Б-ның квадраты тең болады бізде А квадрат бар, жазып қойық. Және де бізде мынандай тікбұрышты үшбұрыш бар, төртбұрыш бар. Төртбұрыш бар, мынандай. Біздің оның қабырға біреу А, біреу Б-ға тең. Ал біз оны аудан қалай табамыз? S тең А Б-ға тең. Және де бізде бұл екеу. Және біз сәйкесінше екеуге өтеміз. Яғни 2 А Б. 2 S. Бірақ лишний болады сияқты. 2. Және бізде осы екі тікбұрыштың аудандары бар. Оны қосып қойық 2 А Б. Және де Б квадрат қалды. Енді қарап тұрсақ, бізде осы Пифагор теоремасы дәлелденді, яғни бізде мына үлкен квадраттың қабырғалардың қосындысы, яғни А плюс Б-ның қосындысы, бізде оның осында ішінде А квадрат бар, енді 2 А Б-да бар, және плюс Б квадрат та бар. Яғни бірін-бірін толықтырып тұр. Келесі бізде үшінші дәлелдеу, яғни сәйкесінше
мына қабырғаны а деп алайық, мынанда б деп алайық. Мынау а болады, мынау б болады. Мынау а, мынау бізде б, мынау бізде а, мынау бізде б болады. Гипотенуза с деп алайық, яғни с. Сәйкесінше бізде мынау квадрат болғаннан кейін бізде мынау ауданы с квадрат болады. Енді біз жазып қойып, мына жерде а плюс б-ның квадраты болады, жаңағыдай. Енді дәлелдесек, бізге не дәлелдеу керек? Бізге Пифагор теоремасын дәлелдеу керек. Пифагор теоремасы бізде а квадрат плюс б квадрат плюс тең с квадратқа тең. Енді бізде бұл а плюс б квадрат неге тең? А плюс б квадрат бізде, яғни бұның ішінде бізде с квадрат бар. Және де бізде тік төртбұрышты төрт үшбұрыш бар. Яғни оны ауданын тапсақ, бізде 4 көбейтілген үшбұрыштың ауданын формуласы 2-ден 1 а б. Және де біз неге 4 десеңіздер, бізде себебі 4 түрі үшбұрыш бар. Енді біз осы теңдіктің екі жағын ашсақ, яғни бізде бұл а квадрат плюс 2а б плюс б квадрат. Теңдіктің бер жағында с квадрат 2 мен 4 қысқарады, бізде 2 қалады, 2а б. Және де қарап тұрсақ, бізде мына 2а б мен мына 2а б бізде қысқарады. Және де бізде соңында а квадрат плюс б квадрат тең болады с квадрат. Яғни Пифагор теоремасы дәлелденді. Енді сәйкесінше осыған бір-екі есе шығарып жіберейік. Мысалы ретінде бізге ромбының диагоналдары берілген 6 және 8 см, оның қабырғаларын табу керек дейді. Бізде яғни а с бізде 6 болса, бізде мынау 3 болады. Мынау 3, мынау 3. Ал жазып қойып, бізге а с тең 6 болса, б д бізде 8-ге тең. Және де бізде бұл диагональ болғаннан кейін біз оны диагональ бізде қақ бөледі. Және бізде сәйкесінше б-ді қабырғасы 4 болады, мынау 4 болады. Енді біз мынаны Пифагор теоремасын салсақ та болады, немесе Пифагор үштігі бар. Жаңа айтып кеткендей, бізде ол 3 бар, 4 және де 5. Бұл бізде Пифагор үштігі деп аталады. Және біз есептемей-ақ, біз бұның гипотенузы 5-ке тең деп айта аламыз. Екінші есеп, бізге тең бүйірлі трапецияның табандары 5 және де 11 метр, ал бүйір қабырғалары 5 метр дейді. Трапецияның биіктігін табу керек. Бізге яғни BH табу керек. Бізге яғни бізде 5-ке тең. Биіктік түсірсек, бізге мына жерде 5-ке тең болады. Енді бізде астың табы 11-ге тең дейді. Яғни 11-ден 5-ті азайтып 6 шығады. 6-ны 2-ке бөлсек, бұл бізде 3-ке тең. Яғни мына қабырғасымен AH пен AH 3-ке тең. Және мына жерде біз K-ды дейік, K-ды бізде 3-ке тең екен. Енді және бізде бүйір қабырғалары 5-ке тең екен. Енді біз осында Пифагор теоремасын салсақ болады, немесе жаңағыдай Пифагор үштігі арқылы есептеуге болады. Бірақ біз бұны есептей салайық. Яғни бізге x десек, бізде x квадрат тең болады бізде 5-тің квадраты минус 3-тің квадраты. X тең болады түбір астында 25 минус 9. Яғни бізде x тең болады түбір асты 16 немесе 4-ке тең. Осында келесі істеп қарастырып жіберейік. Бізге бұл жерде тең бүйірлі үшбұрыш берілген, және оның K табаны 36-ға тең, және де M бұрышы бізде 120 градусқа тең екен. Бізге үшбұрыштардың ішкі бұрыштардың қосындысы 180 градусқа тең. Яғни 180-ді 20 алсақ 60 градус болады. Сәйкесінше бізде 2 градус 30 градусқа тең екен. Енді біз мына жерге бұлай биіктік түсірсек, анда біз D дейік, яғни M-ді биіктігі болсын. Бізде биіктігі оны қабырғаны қаққа бөледі, мына жерде 18, мына жерде 18-ге тең болады. Енді бізде мына теорема бар. 30 градусқа қарамақшы жатқан катет гипотенуза жартысына тең дейді. Яғни біз гипотенуза x-қа тең болса, мына катет бізге x бөлінген 2-ге тең. Енді осы
осыны біз Пифагор теоремасы арқылы есептейік. Яғни x квадрат бізде тең болады x квадрат бөлінген 4 плюс 18-дің квадраты. X квадрат бізде x квадрат бөлінген 4 тең болады 18-дің квадраты. Сәйкесінше қарап жіберейік. Бізде яғни ортақ бөлім берейік. 4x квадрат минус x квадрат бөлінген 4 тең болады. Бізде 18-дің квадраты бізде 324. Яғни бізде келесі есептей берсек 3x квадрат бөлінген 4 тең болады 324. Енді 4-ті 324-ге көбейтсек, бұл бізде тең болады 1296-ға. X квадрат 1296-ны 3-ке бөлсек бізде 432. Және де бізде x тең төбір астында 432-ге тең екен. Бұл бізде жауап болып табылады. Жалпы балалар, сіздерге видеоны соңына дейін көргендеріңізге көп рахмет. Сіздерге Пифагор теоремасын дәлелдеулерін көрсеттім, және де барлығы түсінікті болды деген ойдамын. Қош, сау болыңыздар.